Айтарым, құрметті жастар, негізінде өмір 40 жаста басталады. Оны былай түсіндірейін. Мынау ұшаққа мініп жүрсіңдер ғой, самолетке. Ұшақ өзінің белгілі бір биіктік алғанға дейін ол көтеріледі. Сол кезде ременді шешпеңдер деген ана не жанып тұрады. Таблушка, ағытпа ременді айтып тұрады. Шешпе, орнынан тұрма дейді. Белгілі бір биіктікке көтеріліп болғаннан кейін барып, анау сөнеді. Не сөнеді? Ремен шеш, орнынан тұра аласың, сиденен жатқызып қой, қалай ыңғайлы өзіңе деп ескертеді ар жақта. Айтарым, сол самолеттің, ұшақтың алған биіктігі сол 40 жас сол. 40-қа дейін адам өмірде не аласың сен? Не аласың? Жаңа 4 нәрсені алу керек. Уақытымен. 40-қа дейін сен руханиятты игерім керексің. 40-қа дейін отбасыңды реттеп аласың, оқисың, жұмыс, бәрі параллель кетіп баратыр сенде. Денсаулық бар, оң кәсібің бар. 40-қа барған кезде ол бәрі өзі тұрақты бір жолға түседі әрқайсысы. 40-та балалар өсіп қалды, өздері мектепке барып келе алады бала. Сол 40-қа шейін осының бәрі 4 қадам жаңа айтқан. Кезең-кезеңмен дұрыс атқарып бара алсаңыздар, самолет биіктік алғаннан кейін не істейді ол? Сол биіктікте кету керек әрмен қарай. Сол 40-қа дейін жасалынбаған жұмыстар болса, біреулердің самолеттері 40-тан кейін қайтадан құлап жатыр төмен қарай. Негізі ол былай кету керек еді әрмен қарай. 40-тан кейін негізгі адамдық миссияңды басталады сенің. Бол сен мынаяқтағы оқу, үйлену, бала шағалы болдың бәрін өтіп кеттің сол процестерден. Оның бар альхамдулилля өз бір арнаға түсіп алды. Енді сен 40-қа толғаннан кейін қоғамға араласып, ел туралы, үмбет туралы не бере аламын? Пайғамбар 40 жасына толған кезде көп ойланатын Расулаллах. Меккенің сыртына шығып кетіп, Нұр тауына бар ба, Хира өңірінде көп ойланатын Расулаллах. Сол ойланып толғана беру, елін, халқын ойлай бергеннің арты неге жалғасып кетті? Пайғамбарлыққа жалғасып кетті. Түсіндіре алдым ба? Сонда бәрібір де қазір сен нерде істемесең, ол ертең 40-тан кейін алдынан шыға береді. Мияқтағы істелінбеген жұмысың сен бәрібір алдында істеуің керексің сен. Сол үшін айтарым, сол 40-қа дейін не істеп қалыңдар? Жаңа айтылған 4 бағытты кітаптарды оқып, жан-жақты ізденіп, былайша упакованы шығып алу керек 40-қа дейін. 40-тан кейін ары қарай соны қорытып, тағы дамытып, бітіп кете бересіңдер мен қарай, иншалла.